1930 жылы венгерлік өнертапқыш Ласло Биро көлшік жанында доп ойнап жүрген балалардың сыртынан бақылап отырып, теңдесі жоқ идеяға тап болады. Әлгі доп көлшікке түскен соң құрғақ жерде дөңгелегенде артынан із қалдырғанын байқайды. Неге осы тәсілді қаламға пайдаланбасқа деп ойланады. Сонымен ол сияны түтікке құйып, ұшына темір торабын жапсырады. Торабының ұшында кішкентай шарик тұрады. Ол түтіктен келген сияны қағаз бетіне біркелкі жағуға мүмкіндік берді. Осылайша доптың мысалы инновациялық технологияға себеп болған. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Ласло Биро 1938 жылы өнертабысын патенттейді. Бұл идея оған $1 миллион немесе бүгінгі бағаммен $16 миллион табыс әкелген. Абай атамыздың айтқысы келгені осы: Құдайдың табиғатқа жасырған қазыналарын тауып, әрі адамзаттың мәселесін шешесің, әрі табысқа кенелесің. Айта кетейін, оған дейін қауырсынды сияға малып жазатын еді. Оның кемшіліктері: сияның тез кебу, үнемі сияға малу, сия тамшысы парақты бұлғауы, сияның бір қалыпта жазылмауы, қауырсынның ұшын үнемі тазалау, қағазды тырнауы және тағы басқа. Енді салмағы мен көлемін салыстырайық. Қауырсын мен сия сауыты 230 грамм, көлемі 300 текше сантиметр. Шарикті қалам 20 грамм, 30 текше сантиметр. Қайсысы ыңғайлы әрі жеңіл? Әрине шарикті қалам. Әрі арзан, әрі қолайлы. Бұл оқиға әлемге мұқият қарауға, табиғи құбылыстардан ғибрат алуға, Құдайдың табиғатқа жасырған құпияларын іздеуге шақырады. Бұл тәсілді биомимикрия деп атайды.